Исатай Тайманұлы 1791-1838 жылдардың аралығында өмір сүрген кіші жүз құрамындағы Байұлы тайпасының Беріш руынан шыққан батыр. Бөкей ордасы мен кіші жүздің батыс бөлігінде болған азаттық көтерілістің басшысы. Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі атағы шыққан Ағатай батырдың ұрпағы. Бөкей хан Исатайға ықыласты болып, 21 жасында Жайықтағы Беріш руына старшын етіп тағайындайды. Қазақ батыры Исатай Тайманұлы 1791 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсоған құмындағы Тайман жолы деген жерде дүниеге келген. Исатайдың анасы Есентемір руының Тағашы бөлімінен. Исатай Тайманұлының төртінші атасы Ағатайдың есімі қалмақтарға қарсы соғыста көрсеткен ерлігі үшін Беріш руының ұранына айтылған. Исатайдың жастық шағында оған ықпал жасап, қамқорлық еткен әкесі Тайманның інісі Жабал Бегалиұлы. Қызғыш құс, ау қызғыш құс, қанатың қатты, мойның бос, Исатайдан айырылып, жалғыздықпен болдым дос. Ау қызғыш құс, ел қорғаны мен едім, мен де айырылдым елімнен. Көл қорғаны сен едің, сен де айырылдың көліңнен. Аспанда ұшқан қызғыш құс. Сені көлден айырған лашын құстың тепкіні, мені елден айырған хан жанбардың екпіні. Айтып айтпай немене құсарлықпен өтті ғой Махамбеттің көп күні. Исатайдың ақтабанын сірә білмейтін қазақ жоқ шығар. Исатайдың ақтабаны өте жақын жол серік болған. Ақтабан Исатайды бораған оқтардың ішінен талай рет аман алып қалған. Махамбеттің жазулар бойынша Исатай ерліктерінде Ақтабанда аты бар. Ақтабан өте сұлу ат болған. Бірақ та тобығынан тұяғына шейін ақ түсті болған. Мінгені Исатайдың Ақтабан-ай, сүт беріп, сұлы беріп баптаған-ай. Зеңбірек үш атса да дармады, Құдайдың не қара сақтаған-ай. Мінгені Исатайдың көгілдірдай, әскерін барша жұртқа төгілдірдай. Мыңда алған бірді беріп Ақтабанды, жыланда белге соққан бүгілдірдай. Халық қамышын атқа қонып азаттық жолында жанын қиған қазақ батырларының сапында Исатай Тайманұлының орны бөлек. 21 жасында Беріш руының бас старшыны болған Исатай орысша сауаты бар, қарақылды қақ жарған әділ, парасатты адам болған. Патшалық Ресейдің зеңбіректі әскеріне қаймықпай қарсы шықты. Қазақ батыры орыс отрядымен 9 рет соғысып, жетеуінде жеңіске жеткен. Жайық бойын жайлаған қарапайым халықтың көрген қысымы мен зәбірі Исатай Тайманұлының қол жинап көтеріліске шығуына ұласады. 1837 жылы қазан айында Исатай мен Махамбет бастаған 2000 сарбаз хан ордасын қоршауға алады. Бас қолбасшы Исатай ордамен келіссөз жүргізіп, бітімге келмек болады. Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісті басуға шамасы жетпесін білген Жәңгір хан патшадан көмек сұрайды. 1838 жылы шілдеде көтерілісшілер зеңбірекпен қаруланған орыс казак әскерінен жеңіліп, Исатай батыр қаза табады. Исатай Тайманұлы бастаған көтеріліс жеңіліспен аяқталса да, орыс патшалығы мен қазақ хан сұлтандарының халықпен санасуына әсер еткен қуатты қозғалыс ретінде тарихта қалды.